Ал дәл қазір осы тасқын тақырыбын талқылау үшін біз студиямызға Аэроғарыш комитетінің төрағасы Баубек Оралмағанбетовті шақырып отырмыз. Қош келдіңіз. Рахмет шақырғандарыңызға. Баубек мырза, енді біз білеміз, сіздерде ғарыштан бақылау, мониторинг жасау жүйесі жұмыс істейді. Ол қаншалықты пайдалы? Негізі біз ғарыш мониторингін айтатын болсақ, ғарыш мониторингін жүргізу үшін спутниктер керек, ғарыш аппараттары. Қазақстанда қазір сол жерді қашықтан зондтау бойынша 3 спутнигіміз бар. Ол Казиосат 1, Казиосат 2 деген сол спутниктерді 2014 жылы ұшырдық, және де 2018 жылы Казэстисат деген спутникті ұшырдық. Сол спутниктер ғарыштан біздің еліміздің бүкіл жер шарын ғарыштық түсірілімдер арқылы ақпаратты беріп отырады бізге. Сол ғарыштық түсірілімдерге қарап, қандай бір антропогендік және де табиғи өзгерістер болуды қараймыз. Егерде айтып келсек, көптеген біздің еліміздегі салаларға көмегін беріп отыр. Ол жаңа стихиялық қоқыстар пайда болуы, ауыл шаруашылық жерлерін тиімді, тиімсіз қолдану сияқты экология мәселелері. Кең, жай ғана тасқын емес. Кең. Сол енді тағы бір жақсы бағыты, ол тасқын жүйесі. Тасқынды айтатын болсақ, ол геоаппараттық жүйе. Оның құрамына деректеріне тек қана ғарыштық түсірілім ғана келмейді. Ғарыштық түсірілім арқылы біз жердің 3D моделін жасаймыз ғой. Содан кейін ол геоаппараттық жүйеге өте маңызды деректер енгізу керек. Ол қандай деректер? Біздің Қазгидромет мекемесі. Оның 377 гидропосты бар. Ол гидропост дегеніміз, сол өзендерде, сол көлдерде қай көлемде, қай жаңағы судың деңгейін көрсетіп тұрады. Сол деректерді енгіземіз. Және де метеорологиялық станциялар сол деректерді енгіземіз. Және де Қазсушар мекемесі, бізде су қоймалар бар ғой. Су және ирригация министрлігінде және жергілікті мемлекеттік органдардың балансында бар бүкіл су қоймалардың деректерін енгіземіз. Сол деректерді қолдана отырып, және де Қазгидрометтің шығаратын мәлімдемесі бар. Ол ұзақ мерзімді болжам жасайды, су тасқыны бойынша қысқа мерзім жасайды. Сол деректердің бәрін геоаппараттық жүйеге кіргіземіз. 3D модель жер бар, елді мекендер көрсетілген, барлық инфрақұрылымдар, қай жерде жол бар, қай жерде ауыл шаруашылық жерлер бар, соның бәрі көрсетілген, картаға. Содан кейін болжамдар арқылы, болжамда Қазгидромет береді ғой, су қай уақытта, ауа райына байланысты қай уақытта қандай деңгейге көтеріледі. Сол кезде қандай деңгейде су көтерілгенде қандай елді мекенді су басады деген ақпаратты, қаупі бар деген ақпаратты ең негізді мақсатысы сол болжамды модельдеу мақсаты. Түсінікті. Ал енді бұл ақпарат қаншалықты нақты деп айта аламыз? Негізі 100% нақты дей аламыз ба? 100% нақты негізі ауа райына келетін мәліметтер келгенде 100% ешқашанда ешкім айта алмайды. Бұл деректер ең басы Қазгидрометтің беретін болжамдарына байланысты. Біз өз жағымыздан бұның дәлділігін қараған кезде судың деңгейі қандай уақытта болды, қандай елді мекенді, қандай көлем су алды, және де болжам жасадық қой. Мұнша шаршы километр жерді су алды, мұндай елді мекеннің мұндай бөлігі, мұншама үй судың астында қалды деген сияқты болжам жасасақ, содан кейін сол деңгей болғаннан кейін, қанша негізі алды, болжамыз қаншама дәлді болды дегенде соны ғана қараймыз. Ол 80%-дай болады, оның дәлділігі көлем бойынша. Және де бұл геоақпараттық жүйеге тек қана біздің ғана деректерге қарап қоймай, Талсим деген ақпараттық жүйенің деректері де қолданылады. Және де Глофас деген халықаралық сондай бір жүйе бар. Ол көптеген елдердің су тасқыны қалай болып жатқанын, қандай деңгейге көтерілуі мүмкін, қандай тәуекелдер бар екенін көрсетеді. Сол Глофас системасында сол тасқынға енгіздік.
біз өз ақпаратымызды қараймыз, жаңа глофасты қараймыз, сосын салыстырмалы түрде. Ең бастысы біз уақытылы тәуекел бар жерлер бойынша уақытылы ақпарат беруіміз керек. Ақпаратты кімге береміз біз? Ең бірінші төтенше жағдай министрлігіне береміз, және де жергілікті мемлекеттік органдарға береміз. Ол ақпаратты алып, олар болжамды қарады, қандай судың деңгейі болады, бұндай деңгейде мұншама ел мекен суға кету мүмкін деген ақпаратты алып, олар іс-шаралар қолдана бастайды. Дамбылар салады, кейбір жерлерде каналдар тазарту керек, мүмкін эвакуация керек болуы мүмкін, сондықтан да материалдық жабдықтарды сол мекендерге жеткізу керек. Сол бойынша іс-қимылдар қабылдайды. Жақсы, Баубек мырза, бүгін біздің тікелей эфирге келіп, көкейіміздегі сауалдарға жауап бергеніңізге рахмет. Сізге үлкен рахмет, шақырғаныңызға.